басталады. Сүндетке отырғызу міндет oldu. Осылай мұсылмандық басталады. Сүндетке отырғызу міндет oldu. Осылай мұсылмандық басталады. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сақтаған дәстүрімен салтын елім, ұрпақпен мың жасаған халқым менің. Қазақтың ұлы дала қыранындай, мәңгілік көк аспанда шалқып елім. Қазақтың ұлы дала қыранындай, мәңгілік көк аспанда шалқып елім. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Сүндет той әрбір қазақ мәңгі тойласын. Батыр ұл аттың құлағында ойнасын. Бірлігі ынтымағы ғасыр жалғасқан. Қазағым рухы биік мәңгі жайнасын. Бүгінгі тойда ассалаумағалейкум. Қане бір қол соқ қошемет ұрмыз. Той құтты болсын. Қане бос аяшы. Тойға басқан қадам халқым бұл жаман. Қымбат сенің баран әрқашанда баран. Алдарыңа шықты орал қанатты балан. Құтты болсын тойларың. Жұғысты боп бұл той маған саған болан. Осы кеште бүгін бар өнерді салам. Тойыңа шақырсан құстай ұшып барам. Оралхан деп мен болам. Келіп тұр ғой осы тойда жайғағым. Жаңа жылдар жиналыпты байқадым. Сіздерге арнап осы әнді айтамын. Келіп тұр ғой осы тойда жайғағым. Жаңа жылдар жиналыпты байқадым. Сіздерге арнап осы әнді айтамын. Бәрекелді, Алла ағайын қымбатты бауырлар, баршаңызға қайырлы кеш, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін тамаша қуаныш Запорабад қаласында жалпы қыпшақтар елі Сәрсенбаев Қалдап ағамызбен Күзлі анамыздың отбасына қош келдіңіздер деп болсуға. Ей, молодец. Анам сыйлап қойып отқан. Ай, бәрекелді, Алла ағайын қымбатты бауырлар, бүгінгі
кешіміздің басты кейіпкері біздің Алихан ініміз болатын болса, ел екенімізді, жер екенімізді, ағайын туыс, бауыр, жора жолдас, нағашы екенімізді білдіріп, баршамыз орнымыздан тұрып, бүгін атқа мініп жатқан Алихан інімізді айқай-шу, қол соғып, қошеметпен атасын, әжесін қосып, той алаңына қарсы алайық қане. Тойлар құтты болсын кәнекей. Той қуаныш құтты болсын. Ey көмелек әне, ойнақ досын, тамаша кәне. Қуаныштан көңілі тоймай, тайға меніп шықты балақай. Белімдегі алтын қожымды, қолтырыңда сыйға аямай. Той, той, жайна жайна той, шашу шашқан той, қандай әсем той. Той, той, берекелі той, берекелі той, бүгін бұл той, биді көпшілік, бала жүзін секіріп, осы тойда биік қал, кейін қалды өмірі, болсын болсын өмірі, болсын бақыт береке, отбасында әр үйдің, болсын бақ менен, бұл береке. Аса кәне! Нағашылар, көмелек әне. Азыр салған құм мен тайдай, қыз бен жігіт шықты ордаға. Жарасады көмек құдай, қосып өтпес сұлу баяндай. Той, той, жайна жайна той, шашу шашқан той, қандай әсем той. Той, той, берекелі той, берекелі той, бүгін бұл той, биді көпшілік, бала жүзін секіріп, осы тойда биік қал, кейін қалды өкініп, болсын болсын өмірге, болсын бақыт береке, отбасында әр үйдің, болсын бақ менен, бұл береке. Аса кәне! Көмелек! Тамаша! Туысқандар жағын! Ей! Той, той, жайна жайна той, шашу шашқан той, қандай әсем той. Той, той, берекелі той, берекелі той, бүгін бұл той. Той, той, жайна жайна той, шашу шашқан той, қандай әсем той. Той, 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 берекелі той, берекелі той, бүгін бұл той. Биді көпшілік, бала жүзін секіріп, осы тойда биік қал, кейін қалды өкініп, досым
бәрекелді, қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум. Бір Алласы бар, екі дүниесі бар, үш жүзі бар, төрт құбыласы бар, бес парызы бар, алты ағайыны бар, жеті қазынасы бар, сегіз серісі бар, тоғыз құмалағы бар, 10 шақты ұлы бар, 10 шақты қызы бар. Көшпелі қазағымның өшпестен көшпес ұрпақтары, баршаңызға тағы бір рет ассалаумағалейкум. Бүгін тамаша қуаныш киелі Запорожье қаласында барға басымаған, жоққа тасымаған, той-думаны тыйылмаған, дастарханы жиылмаған, маңдайы терлеткен, бесігін қыты тербеткен, тепсе темір үзетін нағыз жомарт жандар Сәрсенбаевтар өлеті болатын болса, оның ішінде ойбалар орны бар. Біздің Қалдау ағамыз бен Күнсұлу анамыздың шаңырағына қош келдіңіздер деп, бүгін атқа мініп мұсылман болып жатқан Алихан ініміз келешекте тамаша азамат болсын деп, жоқ дегенде Қалдау атасына ұқсаған елге елеулі, халыққа қалаулы азамат болсын дегендер неге бір қол соқ қошемет ұрмасқа? Бір қол соқ қошемет ұрып қояқ қане. Рахмет. Алладағдағайын қымбатты жаны жайсан жақсылар, жалпы әулеттің қуанышын бөлісу үшін кеп отырған мәртебелі меймандар, біз мұсылман елі бісмілласыз кеш бастамаймыз, бісмілласыз сөз бастамаймыз, бісмілласыз дастархан бастамайтын еліміз ағайын. Олай болса біз бүгінгі тамаша дастарханның бет-пердесін ашып алу үшін ел ағасы Науаи облысы Өзбекстан Республикасына тамаша минеті сіңген, ел ағасы болып жүрген біздің ардақты ағамыз, ардақты ұстазымыз, мұнау қазақ халқының жанашыры, осы әулеттің үлкені Сәрсенбаев Төретай ағамызды асаб алаңға шақырып, бүгінгі той-думаның бет-пердесін ашып беруін өтінеміз кәнекей. Төретай ағай келің, біздің ел ағасына қол соқ қошемет қойсаңыздар. Әулетіңізде болып жатқан қуаныш құтты болсын. Мынау жас сәбиіміз бүгін аттың жалын ұстап, мұсылман болып жатса, келешегі жарқын болып, өздеріңізге ұқсаған үлкен бір азамат болсын деп Алладан тілеп қаламыз. Енді бүгінгі дастарханның бет-пердесін ашып бересіз. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі қуанышты кешіміздің құрметті қонақтары. Міне бүгін мынау көркем тойханада Запорожье қаласында біздің Қалдаужанның отбасында үлкен бір қуанышты күндердің бірі. Біздің Азаматжан баласын мұсылман қылып, ол негізгі себебі. Екінші себебі Азаматжан ата жұртына қоныс аударып жатыр екен. Қазақтың бір сөзі бар ғой, бірге тумақ болғанмен бірге жүрмек жоқ демекші. Ата-ана балалардың бір басын екеу қылып үйлі жылайлы болғаннан кейін бала өз тірлігін көріп кете береді ғой. Міне солай Азаматжан көшіп жатыр екен. Осы баласы бірінші сүндет той, екінші мына көптің, халықтың басын қосып, ағайындардың батасын алып, үлкеннің батасын алып қалайын деген ниетпен. Құс екеш құс та балапанның қанаты қатқаннан кейін қанатынан басып отырмайды ғой. Сәт сапар тілеп ұядан ұшырады. Міне біздің Азаматжан да қанаты қатып, ұядан ұшып сұлу алыс ата жұртқа қоныс аударып жатыр екен. Азаматжан өзі жақсы жанға қай жерден болса да орын табылады дейді. Негізі мен енді мәдени салада бір 10 жылдай төраға болып істедім ғой. Бірінші, екіншіден тарихқа қызығамын, жастай солай болды. Әдебиетке де қызығамын, сол үшін жалпы жан-жақты назар салып жүремін. Кеше егемендік алғанда біздің әуел елінде, яғни осы Науаи облысында Тамды, Үшқұдық, Кенемен, Зарапшан жалпы нұратасы бар. Қазақтар 137 мың еді. Бүгін 35 мыңдай қалды, 35 мыңдай, 100 мың халық кетті ғой. Бұған
түрлі себептер болды. Біздің қазақтар негізі ауылды мекендерде жасайды ғой, ауылды аймақтарда. Мал негізгі шаруашылық еді ғой қазақтың тірлігі. Мал жоқ болып кетті жаңа заманға жараса. Сөйтіп тірлік көру қиын болып қалды негізгі. Қалада істеп жатқан завод, фабриканы істеп жүрген бұрынғы адамдары бар, жайғасып жатқан ішшілер. Ол жерде жай табу бәріне бірдей қиын болды. Бір себебі осы болды, халықтың көтеріле көшуі. Міне сол ата жұртқа біздің азаматжан да көшіп жатыр екен, барған жерде тастай батып судайсың. Сен ояқта да осындай онысын кеңейтіп, өсіп, өлсін, осылай осы азаматжан қазіргі Әлихан Жанның ертең күні басқа балдарының да ояқта үлкен тойларын берсін, нәсіп қылсын. Сол тойларға да Әлихан Жанның үйлену тойы, және басқа тойларға да біздер де бар қуаныштарын сояқта ата жұртта бөлісіп жүре берейік. Әуелі сіздерге бәріңізге біздің отбасымызды, ағайындарымыздың қуанышын бөліп жатқан сіздерге үлкен рахметімді айтамын. Осындай жақсы күндер, ұл той, қыз той, немере той, шөбере той, осындай мұсылман тойлары сіздердің үйлеріңізде де жалғасын тапсын. Біздер де барып қолымыздан келсе қызмет қылайық, қолымыздан келмесе барып қуаныштарыңызды бөлісейік, үйлеріңіздің төрінде отырайық. Ел тыныш, отбасымыз аман болсын, жақсы күндеріміз көп болсын. Осындай жақсылық бәріңізге нәсіп етсін. Мынау тойға жалғассын. Кешіміз ашық, алдарыңыздағы дастарханда бар қойқынышын алып отырыңыздар. Кешіміздің жақсы өтуіне әрқайсысы өз үлестеріңізді қосыңыздар. Көңілді отырыңыздар, жақсы дем алыңыздар. Рахмет, бәрекелді, айтылған тілектеріңіз қабыл болсын. Әулетіңізде тек қана той болсын аға. Елбасы болып осындай қуаныштың бет-бедесін ашып беріп ортамызда күліп ойнап жүре берсін кәнекей. Ардақты үлкен аға толқындарымыз аман болсын кәнекей. Той сіздің махаббат. Тойланға шақырып, бүгінгі кештің дастарханның бет-бедесін ашып алдық. Алдарыңыздағы 90 түрлі дағамнан қысылмай, тартылмай, бір байдың жапырып кеткен жұртындай қылып алып отырыңыздар. Өйткені біздің азаматжан асханнан тасханнан емес, барын шашайын деп емес, осындай қуанышын сіздердей ағай туыспен бөлісу үшін бүгін дастарханды еннен бойынан жайып отқан болса, жаңа біздің төреде ағамыз айтып өтті ғой, Құдай қалап тұрса, біздің азамат осындай енді халықтың батасын алып, жақсы күнде, жақын күнде ата жұртқа қоныс аударып бара жатыр деп. Иншалла біздің азамат ініміз осында қандай абыройлы болса, сол елде де сол абыройлы болып, Құдай қаласа қонысы жайлы болып, Қазақстан Республикасында өсіп, өніп, жоқ дегенде біздің Азекең президенттің жамбасында жүретін ақырана болсын деп Алладан тілеп қаламыз кәнекей. Мынау білеміз, бүгінгі тойға бөтен адам келмейді. Жанына жақын, жақсы күнді қуанышты бөлісу үшін дос жаран, құрбы құрдас, замандас, туысқан бауыр келіп отыр ағайын. Енді менің сол жағында кемінде жоқ дегенде 8 столда қонақтар отыр. Менің оң жағында да дәл солай. Жоқ кем дегенде 8-9 столда қонақтар отыр. Енді тойдың басында мен ортада тұрып, екі жаққа бөліп, екі команда қылып, тойдың ақырына дейін белсенді қатыстырып отыруын тілеймін. Менің сол жағында тұрған біздің Күнсұлу апамыздың командасы боласыздар. Келісіп па? Күнсұлу апамның командасы. Ай, бәрекелді. Ал оң жақта өзіміздің Қалдау ағамыз тұр екен. Оң жақ Қалдау ағамның командасы боласыздар. Ай, бәрекелді. Ал енді кімнің командасы көңілді отқан анықтап алайық. Біздің Әлихан ініміздің сүндет тойында менің оң жағыма келіп жайғасқан Қалдау ағамның тобы қалай отырсыздар? Ой, молодец. Көрдіңіздер ма? Қалдау ағамның тобын. Ал енді біздің Күнсұлу анамыздың тобы қалай отыр? Ой, молодец. Рахмет. Мынау менің
сіздердің көңіл күйлеріңізді біліп жатқан себебім, иншалла тойдың басында осындай көңіл күймен тойды бастасақ, тойдың ақырына дейін дәл осындай көңіл күймен аяқтайық деген ниетпен қол соғып қошемет ұрғызып жатқан жайым бар ағайын. Баршаңызға тағы бір рет қош келдіңіздер. Армандары көптен күткен Ақталденді қазағым қуанатын жастар келді. Ағайын өзі тынып жатпағанда арабыздар өзін өзін мақтап өлді. Асты емес көк аспанда ойнайтындар батырдың несібесін бақтан берді, ханның несібесін тақтан берді. Түлкінің төңірегін төмендетіп, қасқырдың ажалына қақпан берді. Үш елдің бейтіген тұрғанда, үш қырлы найзаңыздан кем болмайды, тоғыз шапан кисеңде тоң болмайды. Жақсы күнде қалдауаға күн сулапа талаптандыңыздар, ендеше талаптарыңыз оң болғайды деп, біздің ардақты әкемізбен Ақжаулық анамызға және бірге қол соғып қошемет ұрайық. Ай, рахмет. Көңілдеріңізден айналайын. Көңілдеріңізден айналайын. Мынау біздің бүгінгі қуанышқа арнайы ат басын бұрып, жақсы ниетін көтеріп отырған жалпы ардақты ағайынға, иншалла сіздерге бірлеріңізге мың беріп, сіздер де осындай елді халықты жинап, той беру нәсіп етсін деп Алладан тілеп қаламыз ағайын. Енді біз мұсылман елі тойға барған соң, әрине ақ тілегімізді көтеріп барамыз, сый-сияпатымызды көтеріп барамыз. Өйткені бұл біздің мұсылман елінде ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан дәстүр ағайын. Енді мынау біздің жігіттің үш жұртының бірі болып отырған нағаш жұрт бар. Нағашын қой атиды. Қысылғанда сығалама жатиды. Атам қазақ тек айтпаған бекерде бір нағашың жеті атаға татиды дейді ағайын. Өйткені біздің о бастан келе жатқан, біздің ата-бабамыздан келе жатқан жақсы сөз. Бір нағашы жеті атаға татиды дейді. Олай болса, мен құрмет қошеметпен той алаңына бүгінгі кешіміздің жарық жұлдызы, баршамыздың қуанышымызды өлсіп, осындай тойханаға жиып отқан біздің Әлихан ініміздің құрметіне болатын болса, мен құрмет қошеметпен Әлиханның нағашы атасы Үсен мырзаны және де Гүлсара құдағайды асабы алаңына шақырғанды жөн көрдім. Келеміз кәнекей. Әлиханның нағашы атасы мен нағашы әжесі асабы алаңына мархамат, ізгі тілек өздеріңізде кәне. Ой, тамаша. Ассалаумағалейкум. Үсен аға, Гүлсара апа, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Иншалла, бүгін мынау Әлихандай немерелеріңіз аттың жолын ұстап, мұсылман болып жатқан болса, бұл әрине сіздің де қуанышыңыз. Иншалла, екі елдің арасында біздің Қалдау ағамыз бен Үсен ағамыздың отбасының ортасында Әлихан немерелеріңіз жүгіріп, ойнап, күліп жүре берсін деп Алладан тілеп қаламыз. Мынау бірде үлкен қариядан сұрап жатыр дейді, бала деген не, бақыт деген не, байлық деген не деп. Сонда үлкен қариямыз айтып жатыр дейді, байлық дегенің қолыңда ұзатылар қыз емес пе, бақыт дегенің еріп бетер мұз емес пе, ал бала дегенің артында қалар із емес пе, бұл дүниенің қызығы сыйласып өтетін сіз бенен біз емес пе деген. Иншалла, екі құдалық арасы сыйласып, мәңгі тату тәтті өмір сүрулеріңізге тілеп қаламыз кәнекей. Иншалла, той құтты болсын деп ізгі тілекті біз Үсен ағамыздан бастаймыз кәнекей.
Ассалаумағалейкум, жиналған халық, ағайын, туыс бауырларым, құда, жекжат. Бүгінгі мынау мен балдарымның отбасында болып жатқан той бәріміздің қуанышымыз ғой. Мінеке бүгін мен баламды, қызымды, құда-құдағай біздер сыйлап жатқан келген бәріңіздің қадамдарыңызға Алла нұр жаудырып, сіздердің үйіңізде де тек осындай сүндет той, бесік той бола берсін. Қалеке, Азаматжан, Роза, құдағай, мынау отбасыларыңызға тек аманшылық, денсаулықшылық, молшылық тілеймін. Осы балдарыңыздың алдында сіздер жүре беріңіздер, сіздердің алдыңызда балдарыңыз жүре берсін. Не дейміз енді, толқып бердім бұл қуаныштан кейін ішіне. Немере деген ең шырын нәрсе ғой адам өміріндегі. Немеренің тойын көру әрбір атаға, әрбір анаға үлкен бақыт екен бұл бір, біле білген адамдарға. Тойларыңыз құтты болсын, тойға ұласын. Енді жаңа біздер ғой естіген жоқ, айрылысы көже дейді ма, бір нәрселер айтып жатыр. Дейді балам, барған жеріңде тастай батып судайсың дейді ғой. Осындай абыроймен барған жеріңде әйтеуір кімнің баласы, қалдаудың баласы, кімнің күйеу баласы, Үсеннің күйеу баласы деген бір жақсылықтарды алып беріп жүре беріңдер балдар. Біздер сендердің тек жақсылықтарына ғана тілектеспіз. Енді көп сөйлей берсем, ұқсып кетемін, Гүлсараға да берейін. Söyle. Sen söylemek için. Қонақтар, қош келіпсіздер. Бүгінгі жиналып тұрған себебіміз мына немерем Әликөздің мұсылман той екен, мұсылмандығы құтты болсын, құда-құдағай. Құтты болсын мұсылманшылығы, құда-құдағай. Тойларыңыз құтты болсын. Азамат Розасын деген жандардың тойларың құтты болсын. Денелеріңіз сау болсын. Әрдайым осы балдарыңыздың алдында ойнап жүре беріңіздер. Не дейміз? Сол балдарың бақытты болсын. Қай жерде жүрсе де аман жүрсін. Сол балдарыңыздың бақытына сіздер аман болыңыздар. Әрқашан осындай жақсы күнде, тойда бас қоса берейік. Осы тойға келген кісілер барлықтарыңызға да рахмет. Сол балдарың бақытты болсын. Соседтер жағына естіп қалдым, дағаш ішіне мінгізіп атқан ат жоқ қой деп. Енді қазір ат аяғы меңгеймейді, кәдібетке салынып қалтада келетін болыпты ғой заман. Міне мынау баламызға мінгізіп атқан тайымыз, мына балам. Мынау өзім қолымнан істеген қамшым. Әйтеуір көзім жұмылып кеткенде де балдарым мені осы атасы істеп берген қамшыда ұстап жүрсін деп бір қамшы істедім немереме. Енді мынау менің өзі көзімді ашып көрген екі қызым бар. Азиза мен Роза. Сол екі бассызда жатып, Ерсұлтан мен Азиза екеуі 500 мың ақшалай сал жіберген екен. Тойына шашу деп. Сол балдардың аманатына беріп қояйын. Рахмет балдардың, тойларында қайтсын, екі видеоны көре алып. Және де мына жерде майда шүйдалар бар, енді оны әжесі ма біреу айтып бір өз таныстырады. Рахмет, бәрекелді, құрметті нағашылар, аман болыңыз. Сізге айтып жатқан тілегіңіз қабыл болсын. Құдағай, сіздің айтып жатқан тілегіңіз қабыл болсын. Мынау жалпы жаңа біздің Үсекең айтып өтті ғой. Біздің мұсылманда жігіт сүндетке отырып мұсылман болса, әрине нағаш жағынан таймаңыздар. Қазіргі күнде заманға сай біздің құдекеміз бір конвертті жығып, сол тайды конвертке тығып әкеп отырген құтты болсын. Тұлпар құтты болсын. Иншалла біздің Алиханжан аттың жалын ұстап, атқа мінетін бір үлкен азамат болсын дегіміз келеді. Енді біздің жаңылмасам, мына жерде қарап тұрмын, құдағайдың арнайы алып келген тайдың қоржына, одан басқа да сый сипаттарын арнайы көтеріп келіп келген көрінеді. Құтты болсын. Табыс етеміз кәнеге. Сені жақсы қолдама
Рахмет. Рахмет өнерпаздар. Рахмет. Құрметті құдалар, міне Алиханның әжесі менен атасының бар жиғаны осы балдардікі ғой. Мынау бәр Туркиядан келген, Дубайдан келген киімдерімізді ашамыз. Рахмет, құтты болсын. Кәнеге Алихан жанға алып келген және де біздің мұсылман болып жатқан Алиханға алып келген жалпы ата әжесінің сый-сияпаттары ортада сіздерге көрсетіп жатыр. Қуанышты бөліспекке, жақсыны көріспекке жақсы дейді. Иншалла біздің Алихан жан әкеліп жатқан киімдерді киіп тоздыра берсін, өмірі оза берсін дегіміз келеді ағай. Әке келіп жіберем әке. Рахмет. Қалауғыда, томбауды алып келе беріңіз. Ал, құтты болсын. Сый-сияпат құтты болсын. Құдаға айтып сізден өтті жылдарға бар екен. Жази құдағайға да арнайы сый-сияпат бар. Нышанбек құдаға арнайы сый-сияпат бар екен. Нышан ағай кел. Азаматтың өзіне. Арқаңызда. Ай, бәрекелді. Роза келінге арнайы сый-сияпат, одан басқа алтын жүзік, алтын сырға ма? Ай, маладес. Алтын сырға алтында жарқырап жүре берсін орталарыңызда. Ай, бәрекелді, рахмет. Алланың нұр жолсын, бірлеріңізге мың берсін. Иншалла, мынау киім-кешекте сый-сияпатта тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы жүректен шығып жатқан ниет. Ниеттеріңіз қабыл болсын, сізге қуаныш құтты болсын. Иншалла, мынау дүние тұрғанша тұрыңыздар. Осы видео жетпей тұрады, анасы қылдырмау. Бір 9 ба? Сонда ел менше. Жаңылмасам солай. Ай, оны білмедім, әпше. Бір 9 екен түсініп тұрмын, бірақ тас басқанын оны білмедім. Оны енді үйде келдіңізден барып сұрамасам, оны мен білмедім. Балдарға арнайы сый-сияпат, жалпы Алиханның достарына
және де бүгінгі тойға келген сый-сияпатымыз. Кішкентай балдарды ма? Ай, бәрекелді. Келеміз кәне, алдарыңыздағы жас балдарыңыз болса жіберіңіздер. Біздің Құдағайдың арнайы жалпы балдарға алып келген сый-сияпат машиналары бар. Сол машиналарды беріп, кілтін табыстап жібере береміз. Автосалон болып тұр кәліп, мына жерде. Тұрамыз, бәрекелді. Аламыз, бір машинадан алып кете бересіздер. Алиханның тойында акция жүріп жатыр автокөліктерден. Алып кете береміз машина. Ешкім қалып кетпесін, балаларыңыз қалып кетпесін. Ай, бәрекелді, машина алған балаларға рахмет, Алланың нұры болсын. Алыңыздар, алыңыздар. Ай, бәрекелді, ал. Ақсан сен екі бол, және біле бол, алжақана. Және біле бол. О, әне. Кел, маған ғана. Ай, бәрекелді, Алланың нұры болсын. Біздің Құдағайымыз тойханаға келген жас балдарда ойнап, Алиханның достарына да сый-сияпат алып келген екен. Алла бір-бірлеріңізге мұң берсін. Иншалла, мына ортада жүгіріп жүрген жас бүлдіршініміз. Ау, тәттілер ма? Ай, бәрекелді, өмірлеріңіз, жастардың өмірлері сол тәттілердей тәтті болсын дегіміз келеді. Ол тәттілікті таратасыз ба? Ай, бәрекелді, тарат жіберің. Балдарды ма? Береміз кәнеге. Столға тарап шықсаңыз да болады екен. Рахмет. Алланың нұры болсын, қуаныш құтты болсын. Енді Күнсұлу апа келіңіз. Нәжер келіңіз, Құдағай келіңіз. Рахмет. Ең алдымен сіздерге рахмет. Осындай ұл мен қызды дүниеге алып келген біздің аналарымыз аман болсын. Ана деген асыл жан, жоғалмасын қасыңнан, сыйлай білсең анаңды, бақыттысың әрқашан дейді. Мынау сіздің қос перзенттеріңіз, сіздердің арқаларыңызда бақытты болып, сіздердің қызықтарыңызды көріп жүре берсін деген ниетпен біздің Азекең мен келін сіздерге арнайы өздерінің сый-сияпатын алып келген екен. Қол соқ қошеметтеп қойсаңыздар, сол сый-сияпатты сіздердің алдарыңызда табыс етеді. Қос анамызға, аналарымыз аман болсын кәнеге. Табыс етеміз. Қол соғайық. Ай, бәрекелді. Алтын жүзік ба? Молодец. Алтындай жарықтап жүре беріңіздер кәнеге. Қос анамыз аман болсын. Болмасын қайғы уайым ойында. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойында. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойында. Анажан ойнап күлші тойында. Болмасын қайғы уайым ойында. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойында. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойында. Ай, тамаша. Рахмет. Рахмет. Алланың нұры болсын Азеке. Біріңе мың берсін. Анашымды отырғызып жаныма, той берейін салып алақаныма. Адамдар, шүкіршілік етіңдер. Бұл дүниеде ата-аналарыңның барына деп ата-анамызға бір қол соғайық кәне. Қос анамызға жүзі құтты болсын. Осы кеште керемет бір шалқыды, осы кеште керемет бір балқыды. Ал ендеше қос анамызға құтты болсын. Зарапшанның 583 алтыны деп бір қол соғып қойсаңыздар болады. Ай, тамаша, бәрекелді. Алланың нұры жаусын, қуаныш құтты болсын. Барлық нәрсе ештеңе қалып кетпеді ма?
табыс ететінді табыстадық, беретінді бердік. Ал енді бүгінгі қуаныш тағы бір рет құтты болсын деп, той қаласын деп, екі елдің екі басшысы біздің Қалдау ағамыз бен Үсен ағамыз аман болсын. Ең басты сіздер аман болыңыздар. Қос құда аман болсын. Мынау біздің мұсылманда жақсы сөз бар, Азеке. Мұрты барда иман бар дейді, мұрты барды сыйланға дейді. Сенің қос әкелдің екеуінде де мұрты бар екен. Мұрты бар адамдарды сыйлап жүре берейік. Аман болсын, әреке, той қуаныш құтты болсын. Той тойы сіздердікі мархамат келе. Әдемілеп жайғасып болсаңыздар болады. Ай, тамаша. Бәрекелді рахмет. Алла тағала құрметті бауырлар, баршаңызға тағы бір рет қуаныш құтты болсын. Иншалла мынау бүгінгі кешіміздің алғашқы асы тартылды. Алдарыңызға астан алып отырыңыздар. Өйткені бүгінгі кешімізге жайылған дастархан тек қана сіз бен біздікі. Ал енді ардақты ағайын, бүгінгі кешіміздің басы кейіпкері біздің Әлихан Жанның нағашы атасы мен нағашы әжесін ортаға шақырып, ол кісілердің тамаша ақ тілегін естіген болсақ, енді мен құрмет қошеметпен той алаңына және біздің Әлихан Жанның сонау Мұрынтау елінен келіп отырған жалпы нағашыларын шақырып, нағашылардың ақ тілегін естігенді жөн көрдім. Одан кейін барып Құдай қалап тұрса, мың бұралап билегенге дайын болыңыздар кәне. Келеміз жалпы Әлиханның сонау Мұрынтау елінен келіп отырған жалпы нағашылар келсін кәне. Ал нағашылар билеп берсеңіздер болады. Жақсылар билеп береді. Аха. Бәрекелді. Рахмет, тамаша. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Құрметті нағашылар, бүгінгі қуанышқа қош келдіңіздер. Иншалла бүгін мынау жиендеріңіз аттың жалын ұстап, мұсылман болып сүндетке отырып жатқан болса, осы қуаныш сіздерге де жұғысты болсын. Ауыл ел аман ба деп, бүгінгі қуанышқа қош келдіңіздер деп ізгі тілекті үлкендер жақтан бастағанда жөн көрдім қанекей. Кімнен бастаймыз? Ассалаумағалейкум ағайын туыс, құда жегілат туыстар. Мінекей бүгін Әлихан Жанның сүндет тойы екен, сүндет тойы құтты болсын. Және құда-құдағайлар тойларыңыз құтты болсын. Роза. Тойларыңыз той қала сай берсін. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық тойға келген қонақтар. Не бүгін жиеніміз Әлиханның сүндет тойы құтты болсын. Бағдағай тойы тойға сай берсін. Роза, Азамат, әрқашанда осы балаларыңның қызығын көріңдер. Әрқашанда осылар деп жасайындар, бақытты болыңдар. Қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Нағашылар атынан енді сыйлығын тапсырады. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған жамағат. Міне бүгін жиналып отқан себептеріңіз күйеу бала мен қарындасымның баласының сүндет тойы екен. Азамат, Роза, сүндет тойға батқан балдарының өмірі ұзақ, кейіндері сау болсын. Құдағай, Үсен аға, жеңше, немерелердің тойы құтты болсын. Әрқашан осы жерге нәсіп болса той деп келейік. Сіз біздігіміз айырылмасын, әрқашан жайып жатқан дастархандарыңыз еңінен де кеңінен де жайыла берсін. Әрқашан той болсын және той болсын. Құрметті құдалар, барымсыздар, бәріңізде есен сау барымсыздар. Әлиханды отырғыздыңыз сүндетке, үзілмеген өмірдің жалғасы бар. Құтты болсын бүгінгі тойларыңыз, орындалсын ниет еткен ойларыңыз. Семьяңызға кетпес дәулет, мол бақыт. Құда-құдағай, тойларыңыз тойғаласын. Сыйға сый татиды екен сыра балға, Тәңірім бақыт берсін сұрағанда. Құтты болсын демекпін осы тойда, осы тойға ат салысып жатқан қайнағама, жеңге, аға, тойларыңыз құтты болсын. Жаралса жанұяң басынан,
Қуанышпен әрқашан табыламыз жаныңнан. Тілейтінім ұзақ өмір, мол бақыт. Азамат нағашылар атынан. Құтты болсын тойларыңыз. Рахмет, бәрекелді әпке. Алланың нұры жолсын. Қуанышыңыз құтты болсын, тілегіңіз қабыл болсын. Енді құдағай болып тұрсыз, әйтпесе өтініш қылып қасыма бірге той басқарайын ұсыныс жасамақшы едім. Рахмет, қош келдіңіздер құрметті нағашылар. Бүгінгі той тағы бір рет құтты болсын. Бастарыңыздан бақ кетпесін, астарыңыздан тақ кетпесін. Жиендерге алып келген түйе тай болса, қалқаларыңызда қап кетпесін. Нағашылар жасай беріңіздер гәне. Сый-сияпат табыс етерміз гәне. Алиханның нағашылар аман болсын. Нағашыға қарашы, басқалардың бәрінен биік оның бағасы, басқалардың бәрінен биік оның бағасы. Той тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, сәнге тағы бір игілеңіз қойғаныз. Той тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, сәнге тағы бір игілеңіз қойғаныз. Айтқанымды құлалар, құрдасындай сырласып, бар сырыңды ұғалар. Құдалар, айтқанымды құлалар, құрдасындай сырласып, бар сырыңды ұғалар. Құрдасындай сырласып, бар сырыңды ұғалар. Тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, сәнге тағы бір игілеңіз қойғаныз. Тойлаңыз, ортамызда ойнаңыз, сәнге тағы бір игілеңіз қойғаныз. Ал енді біз мерейлі мерекелі кешімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Мынау ортада ақ тілегін айтқан біздің нағашыларымыз аман болсын, тілектері қабыл болсын, жалпы жиендердің тойында ойнап, билеп, күліп жүре берсін. Ал енді қымбатты жаны жайсаң жақсылар, мынау жалпы құлақтарыңызға алтын сырға біздің мұсылман қазақ қарақалпақ елі өте керемет, өте тамаша халық болады. Ерекшелігі не дейсіздер ма? Олардың ерекшелігі үйде отырған кезде, жұмыста отырған кезде бірдеңені армандап отырады. Нені армандайды дейсіздер ма? Олар туған күн болса, той болса, тойға барсақ, ойнасақ, билесек, күлсек деп. Ал тойға келеді, туған күнге келеді, отырысқа келеді да тағы бірдеңені армандап кетеді. Нені армандайды дейсіздер ма? Олар отырған жерінде іштік, жедік, кіттай ойнадық, үйге қайтсақ деп армандап кетеді. Сол себепті сіздерге той басына айтып алайық, үйге қайтамыз деген арманды тоқтатып тұрыңыздар. Өйткені біздің Азаматжан асқаннан тасқаннан емес, осындай қуанышты сіздермен бөлісу үшін осынша қуанышқа кенеліп отқан жай бар ағайын. Менің айтайын дегенім, той басынан, тойдың ортасынан ешкім еш жаққа асықпасын, иншалла кештің батасын алып, одан кейін барып үйлеріңізге кетесіздер. Енді біздің бүгінгі тойымызға арнайы Алиханның тойына арнайы біз сонау мультфильмді білет жас балдар. Жас балдардың аналары да білет. Маша Медведь. Қазіргі жас балдар телефонды қолынан тастамайды. Маша Медведьпен ұйықтайды, Маша Медведьпен таңдаттырады. Өйткені өзіміздің қасымызда да жас балдарымыз бар, солардың арқасында көріп жүрміз. Енді жалпы жас балдарыңызды ортаға жіберсеңіздер болады. Біз Маша Медведьті, Алихан жанды бір мәз болғылып, ортаға билеп кіргізгенді жөн көріп отырмыз қанеге. Жас балдарды жібереміз. Өнерпаздардан тамаша ән болсын. Маша Медведь бүгінгі Алиханның сүндет тойына арнайы келіп отыр қанеге. Біздің Маша Медведь қол соқ қошемет ұрмаса шықпайды екен. Айқайлап бір қол соға айқанеге. Той қуаныш құтты болсын. Жас балдарды ортаға шықпа билейміз қанеге.
Жас балдарыңызды жіберіңіздер керек, жас балдарды жібереміз. Міне Маша мен Бетмен айналып ойнасаңыздар болады. Жасыңызды, кәріңізді, осыларды бәріңізді жалпылдыға бейге шақырамыз әреге. Сол басында бұндардың болмай, жалпылдыға бей болса.
Озып билеп ойнаған, көңіл көтеріп тойлаған, дос жаранды шақырып, шаттықтың күйін ойлаған, осы тойда ән салып, ойна да күл, билеші жанданып, ойна да күл, ойна да күл. Kargıy boşay
Ой, бәрекелді, рахмет, тамаша. Алланың нұры жолсын, алтын бастарыңыз аман болсын, той қуаныш құтты болсын. Әрбір атқан таңымыз қуанышпен атып, сол бір батқан күніміз береке, ырыс, несібемен батысына да тағайын. Осындай той бүгінгі қуанышқа келіп отырған жалпы жамағатқа жұғысты болып, иншалла осындағы жалпы жамағаттың отбасында осындай той болсын деп Алладан тілеп қыламыз ағайын. Енді біз мерейлі мерекелі кешімізді жалпы той басында айтып өттік қой, қуанышқа келген әрбір мұсылман, әрбір ағайын туыс бауырдың ортаға шығып тілек айту, сый сияпатын табыстыру біздің ол бастан келе жатқан дәстүрімізде бар ағайын. Енді біз осы сәттен пайдаланып, той басында жалпы біздің Алихан жанның нағашыларын той алаңына шақырып, ол кісілердің тамашада тәтті тілектерін естіген болсақ, енді біз бүгінгі кешімізге арнайы келіп отырған және нағашыларымыз бар, құрмет қошеметтен той алаңына біздің Азаматжанның жалпы нағашылары, нағашы апалары, нағашы жезделерін асаба алаңына шақырамыз. Және де той төрінде біздің Қалдау ағамыздың нағашылары болса, той алаңына мархамат келесіздер кәнекей. Және де біздің Күзлу анамыздың нағашылары болса, той төрінде асаба алаңына келіңіздер, ізгі тілек өздеріңізде. Келеміз кәнекей, жалпы нағашылар мархамат кәне. Азаматжанның жалпы нағашы ағалары, нағашы апалары, нағашы жезделері келіңіздер кәнекей. Ой, бәрекелді, рахмет, жігіттер, аман болыңыздар. Ал, қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Құрметті де қадірлі, жалпы біздің Азаматжанның нағашылары, нағашы апалары, нағашы жезделері бүгінгі қуаныш құтты болсын. Қош келдіңіздер. Иншалла, бүгін біздің Азаматжанның жалпы енді халықты жинап, батасын алам деп той беріп өткен болса, осы той нағашыларға да жұғысты болсын. Арнайы, сонау осы қуанышты бөлісу үшін келіп отырған Қазақстан Республикасынан келіп отырған нағашыларға да қош келдіңіздер. Екі елдің арасына қуанышқа келдіңіздер. Біздің Азекеңге арман болмаса керек, өйткені бір жетіміз сонау Қазақстан Республикасы, бір жетіміз сонау Үшқұдық қаласынан келіп отырған нағашылар, аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Ізгі тілекті үлкендерден бастаймыз кәнекей. Кеш жарық, осы кешке жиналған ағайын, туыс, құда, жегаз, бауырлар, міне бүгін Қалдау мен Қызылдың үйінде кәдімгі қуаныш екен, немересінің сүндет тойы, қызының бір жас тойы екен, бәрі құтты бола берсін. Азамат, Роза, сендерге де құтты болсын балдарың тойлары. Кешенде отыр екенсің, қадамың құтты болсын. Барған жеріңде мен деген азаматтардың бір үлкен сүйме болыңдар айналайын. Құрметті бүгінгі тойға жиналған ағайын, туыс, бауырлар, құда жекжаттар, достары, коллективі дегенде міне Азамат, Бөпежан, Азамат, Роза, міне бүгінгі жасап атқан тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласа берсін. Алихан үлкен азамат болып, дені сау болып, әрқашан ойнап күліп, осының мектепке баратын тойында, жоғарғы оқуларға баратын тойында әрқашан осы тойдан бастарың шықпасын. Не деймін, жаңағы қыз кетсе жаңағы баратын жерің жақсы ет деп айтқандай, Азаматжан міне үзеңгіге аяғыңды қойып, Қазақстанға аттанғалы жатырсың. Қадамың құтты болсын. Қуаныштымыз, міне біздерді бір отбасы қосылғанына
әрқашан ортамызда ойнап күліп, барып жайғасып әйтеуір жүре беріңдер. Қалдау Көбежан тойларын тойға ұласа берсін. Азамат жолың ақ болсын, қыдырата жолдасың болсын. Қош келдің Қазақстанға деп күтіп аламыз ертең барғасын. Жалғастырамыз. Ағайын туыстар, міне бүгін Қалдауға мен Қылсапаның үйінде үлкен той, Әлихан немересінің сүндетке отырғызып отыр. Сүндет тойы құтты болсын, өмір жасы ұзақ, дені сау, үлкен бір сүйкімді сымбатты жігіт болып өссін. Азаматжан, Роза, сендерге де той құтты болсын. Қадамдарың құтты болсын, Қазақстанға барайын деп отырған. Дендерің сау болсын, барған жерде жақсы, атағалық, абыройға ие болыңдар, тойларың құтты болсын. Ассалаумағалейкум, қадірлі қонақтар, міне бүгінгі кеште Әлиханның сүндет тойы. Баламызға ұзақ өмір, денсаулық тілеймін, үлкен азамат болсын, ата-анасының, әже-атасының қуанышы болсын, өмірде ешқандай жамандық көрмесін. Міне Жиан Қазақстанға бара жатыр. Барыңа қорқпа. Сен бар, мен бар. Алып қайтып қамал жоқ, бәрін қайтып тастаймыз. Молодец, Жиан. Қуаныштарыңа ортақ бір. Только кем қолдан алса болды, давай. Бақытты болыңдар бәрінде. Жалғастырамыз ба? Міне бүгінгі мынау тойдың осы Розаны тәрбиелеп, өсіріп, осындай келін қылып біздерге беріп отырған Үсен құда менен Гүлсара құдағайымызға мың рахмет айтамын. Гүлсара құдағайымыздың настроениесі түсіп, қызым кетіп баратыр. Роза кеткенде бір ренжіп, қыз кетті деп еді, енді көшіп баратқанға және ренжіп, қызым және кетіп баратыр деп жатыр. Гүлсара ешқандай уайымдама, ол жақта да ағайын, туыс, барлығы бар. Осылардың арқасында сендер де ертең барыңыздар сояға қыдырып. Құтты болсын. Қалеге, ассаламалейкум, өзіне жақ-жақтан келген одақтар. Қалеге, Мұстафа, Азамат келдің, тойларыңыз құтты болсын. Тойларын той қыласа берсін. Дендеріңіз сау болсын, дастархандарыңыз ашық болсын. Ішпелеріңіз құтты болсын. Рахмет, бәрекелді, Алланың нұры болсын. Тілекті жалғаймыз ба, болды, қосыламыз ба? Рахмет. Бар болыңыздар, нар болыңыздар, нағашылар жасай беріңіздер. Азеке айтып жатыр ғой, мынау атында осынша нағашыларың сонау ата жұртта күтіп отыр екен. Егер мен де осындай нағашылар күтіп отса, мен де бүгін кетіп қаламын. Біздің нағашылар осында. Ал нағашылар жасай беріңіздер. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Нағашылар мәңгі жасасын кәлеге. Той қуаныш құтты болсын. Сый сепат болса табыс етеміз кәлеге. Gözüm şahlanırdı Almadı Bizim dostlar Almadı
рахмет, нағашылар жасай беріңіздер. Қуаныштарыңыз құтты болсын, Алла ұзағынан сүйіндірсін, жиендеріңіз аман болсын. Ал енді біз мерекелі кешімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы тойға келген жамағат, құлақтарыңызға, алтын сырға, бүгінгі тойымызға арнайы біздің Тәуелбай өңіріне тамаша минет сіңген ұстаздарымыз, әнші-ағаларымыз келіп отыр. Және де біздің жалпы азаматшаның сый-сияпаттары бар. Ең мықты өнерпаз, ең мықты биші, ең мықты әншілеріміз болатын болса, сол сый-сияпаттарды өз егелеріне табыс етеміз той барысында. Ал енді біз бүгінгі тамаша қуанышты әрмен қарай жалғастырамыз да, біз ортаға жақсы бір тілекті жалғап, одан кейін барып біз бүгінгі тойымызға арнайы келіп отырған әнші ағамыз келіп отыр. Сол кісіге кезекті беріп, сіздерге тамаша ән жолдарын жолдағанды күтіп отырмыз, Құдай қаласа. Енді мен құрмет қошеметпен той алаңына, тамаша ақ тілек алаңына бүгінгі тойымызға арнайы келіп отырған 6 аға жиылып әке болмас, 7 жеңге жиылып шеше болмас дейді ағайын. Құрмет қошеметпен той алаңына той иесі біздің Қалдау ағамыздың жалпы ағайын туыс бауырлары келіп отыр. Енді мен құрмет қошеметпен ортамызға туысқанның туын көкке желбіретіп келіп отырған жалпы Қалдау ағамыздың, Азаматжанның туысқан бауырларын, апалар, жезделер, жалпы туысқандарды асап алаңға шақырғанды жөн көрдім. Келеміз кәнеге жалпы ағайын туыс бауырлар, біздің азаматтың туысқандары, азаматтың апалары, жезделері, жалпы туысқан бауырлар. Жақындырақ келеміз керек, туысқандар, сәл жақын. Тамаша. Рахмет, бәрекелді, Аллам нұр жолсын. Баршаңызға қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Бүгінгі әулеттеріңізде болып жатқан қуаныш құтты болсын. Бүгін әулеттеріңізде тамаша қуаныш, ол да болса біздің Қалдау ағамыз бен Күзгі апамыздың отын басында, әрине өздеріңіздің ұлдарыңыз атқа мініп, жалпы қуанышқа бөленіп отқан жайы бар. Әулеттеріңізде тек қана той болсын, қуаныш болсын кәнекей. Ізгі тілек, үлкендерден бастаймыз кәнекей. Аға, сәлеметсіздер ме? Алыс жақыннан келген ағайын туыс бауырлар, бүгінгі той баршаңызға құтты болсын. Тойдың себепшісі болған мына Әлихан баламыз өмірлі болсын, әрқашан жүздерінен күлкі, үйлерінен ойын-сауық армасын. Мына Қалдау, Күнсыру немереңіздің тойы құтты болсын, той-тойға ұласа берсін. Әрқашанда ағайын туыс бауырлар сіздердің орталарыңызда қуаныш, шаттық орнап жүре берсін. Әрқашан шаттықтар болсын. Беш жарық тойға келген көпшілік міне бүгін қайынның үйінде үлкен қуаныш. Сүндет той. Баламыздың сүндеттеген баламыздың өмірі ұзақ болсын, дені сау болсын, аталарындай, ағаларындай үлкен азамат болсын. Азамат балам, келінім, Мырзаға, Күнсұлу сендерге құтты болсын, осы немерені ертіп, шөберені шертіп, олардың қызын көріп жүре беріңдер, той-тойға жалғаса берсе құтты болсын. Кеш жарық, ассалаумағалейкум. Бүгін міне Қалдау ағаның үйінде үлкен той, үлкен қуаныш болып жатыр. Себепшісі баламыз Әлиханның сүндет тойы екен. Мына баламыз келешекте үлкен азамат болсын, мектепке барған, мектеп бітірген тойларында бас қоса берейік. Қалдау аға, бүгінгі тойыңыз құтты болсын.
және азамат ініміз көштекші көші көрікті бола берсін, барға жерінде тастай батып судай сіңіп, жұмысы алға баса берсін. Ойымыз тойға жалғас. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. Міне барыңызға той қуаныш құтты болсын, жұғысты болсын. Қалдаужан, Бөрібай аға, біздер бұл кісілермен немереміз, атым Мергенбай, Азаматжан, тойларын тойласа берсін. Мына баламыз осы ұшақтардың ойба сұран туын биікке көтеретін жігіттердің бірі болсын. Әрқашан осындай тойда қуанышта бірге тойлап, ойнап біліп жүре берейін. Рахмет. Құрметті қалайық, міне бүгінгі кештің кісілері, қонақтары. Мінекей бүгін менің бауырым Қалдаужан мен Күнсұлужан, Азаматжан мен Розажанның үйінде үлкен той, үлкен қуаныш болып жатыр. Ол да болса баласы Азаматтың Әлихан сүндеттендіріліп, соның тойы болып жатыр. Той сіздерге құтты болсын жаным. Өмір жасы Әлихан жаның ұзақ болсын, дені сау болсын. Ешқандай жамандық көрмеңдер. Осы балдардың қызығын көріп, барлықтарының орталарыңызда ойнап күліп, Әлихан жан дені сау болып, үлкен бір азамат болып жетіле берсін жаным. Қалдаужан, осы балдарыңның өскенін көріп, осылардың қызығын көріп, осылардың алдында екеуін кемпір-шал болып, амандықпенен, саулықпенен отыра беріңдер жаным. Неге осы араға келіп естіп жатырмыз көшеттеп, жаным, көштерің көрікті болсын, барған жерде бақыт табыңдар жаным. Роза мен екеуің осы балдарды біргелікте өсіріп, осылардың қызығын көріңдер жаным. Той тойға аласын, той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Міне Қалдауға бүгін тойыңыз екен, балаңыз өсіп ойнап қатарын алды болып жүре берсін. Алихан баламыз өсіп, жақсы перзент балдар болсын, адал перзент болсын. Ассалаумағалейкум, ұзақ жақыннан келген қонақтар, бағанға жер-жақтар, ағайын туыс балалар. Міне бүгін Сәрсенбаевтар ықыласында, Қалдау ағамның ықыласында үлкен той, үлкен қуаныш. Міне бұл қуаныштың себепшісі Әлиханның сүндет тойы, мұсылман қатарына қосылған сүндет тойы құтты болсын. Ендерің сау болсын, ата-әжесіне, ата-анасының адал перзенті болып, дені сау болып жүре берсін. Әрдайым биіктен көріне берсін. Аға, бұл тойларыңыз құтты болсын. Осы балдардың қызығын көріп, еш жамандық көрсетпесін. Тек қана жақсы күн, жақсы той, жақсы күнде өстіп, басыңызды айтып, күні бойына кездеседі. Құрметті қауым, бүгін баршаңызға белгілі мынау Әлихан жанның сүндет тойы екен. Бұл мұсылмандардың 7 парыздың бірі. Соны бүгін Қалдау атасы басшылығында Азаматжан амалға асырып жатыр екенсің. Барлығы құтты болсын. Әлихан келешекте үлкен азамат болсын. Осы ағайын туыстарының қуанышы болсын. Ал енді Азамат, сенің атыңды папаң жаңағы Шакаров деген бір работнигіміз бар еді, жақсы еді, қатты сыйласатын еді. Соның атына еліктеп қойып еді, сен туылғаныңда. Ал енді бүгін елге, халыққа үлкен азаматтық қылып атсың, мынау талаптанып атсың, талабыңа Алланың нұры жаусын. Ал енді көшетін көшің көрікті болсын. Жолың әрдайым сәтті болсын. Барған жеріңде жаңағы қонысың жайлы, дастарханың майлы болсын. Әрдайым осы ауылға келгендеріңде той деп келіңдер. Папаң мен мамаң
ағайын туыстар қызықтарыңа кенеліп жүре берейік. Үлкен рахмет деймін. Рахмет, бәрекелді. Ал туысқандар, тағы бір рет қуаныштарыңыз ұзағынан сүйіндірсін. Елдеріңізде, әулеттеріңізде тек қана той болсын. Мен айтар ем, мынау туысқандардың айтып жатқан тілектерінің барлығы дұрыс болсын. Иншалла біздің Қалдау ағамыз бен Күнсу апамыздың отбасына ай сайын 50 миллион кіріс болсын. Құдай қалап тұрса, азаматтан тараған ұрпақтар 5 жылдан кейін Қытайлар сияқты елдің бетін қаптап жатыр деген ел арасында сыбыс болсын деген келеді. Той қуаныш құтты болсын, қыпшақтар жасай беріңіздер. Сый-сияпат болса, табыс етеміз.